Баршамызға қуаныш сыйлайтын хабар күткенімізде отбасымызға қайғылы бір хабар келді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк тимесін басып, бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Апам перзентті болды де, өзі бұл дүниеден озды да кетті. Бұл уақиға бәрімізді мұңға салды. Соның ішінде жездемді, тұңғыш перзентін күткен жездем бұл қаралы хабардан кейін өзіне не істеріне жай таппас еді. Апамның жаназасы өткеннен кейін де ол өз перзентіне қарамайтын болды. Сүйген жарымының өліміне осы бала себептей, оған бір қарап, қарағысы да келмей назарын алып қашатын. Анам жездесіне қарап, бұл жас нәрестеде не күні? Қызымның маңдайына Алла тағаланың берген ғұмыры осы екенде деп жылап еңіреп түсіндірсе де, жездем өзінің сүйікті жарынан айырылуына осы баланы кінәлағандай, балаға қарағысы келмей, оны түсінгісі де келмейтін еді. Ақыры болмағаннан соң анашым Ядыгарды үйге алып келіп, қызымнан қалған жәдігерім деп оған қарай бастады. Жәдігер тынбай жылайтын, түн жарыміне дейін жылап жататын. Күндердің бір күнде анамды соншалықты аяғаным, анамның жанына барып, сіз жатыңыз, мен өзім қараймын дедім. Солайша анам жәдігерге қарап үн қата бастады. Болған да қиын, бұның сүйегіне тамға болып қалады. Шешесі бұны дүниеге алып келуден алдын бұл дүниеден көз жұмды. Бұл жас нәрестеде не кінә дей жанбастайып жата бастады. Осы сәтте жәдігердің дыбысы шықпай қалды. Мен орнынан тұрып, жәдігердің жанына бардым. Ол құр қабырғаға қарап, қимылдамай жататын. Сол сәтте свет өшті. Анам болса көзі ілініп ұйқыға кеткен. Жәдігер әлі ояу болған себепті мен шам жақтым. Осы сәтте есік ашылып, шам өшіп қалды. Сол кезде менің ішімді әлдедір бір қорқыныш иелей бастады. Сол кезде ханада бір пәрше пайда болғандай болды. Мен қорққаннан үйдің бұрышына тұрып алдым. Және де көзімді қатты жұмдым. Қорққаным соншалықты көзімді ашуға дәрменім келмеді. Жәдігердің есе дымда дыбысы шықпайды. Мен оны ойлап уайымдадым. Алайда қорқынышым жәдігерді қорғаудан да қиын болып кеткен сияқты. Әп-сәтте көрпешені бетіме жауып, қайта оянбастай көзімді тастай қатты жұмдым. Алайда жәдігерді қорғау бар ойымдағы нәрсе болатын. Көрпешенің бір бұрышын ашуға дәрмен таптым. Ашып қарасам, жәдігерді бір бала әйел құшағына алып еміріп жатыр. Ол елес еді. Көзімді ашуға қорқатынмын. Көрпешені қайта бетіме бастым. Осылайша уақыт өтті арадан. Көзімді ашып әстен қарадым. Қарасам, әлгі әйел есіктен арқа қарап шығып кетіп бара жатып, свет есікті жауып кетті. Әп-сәтте свет те жанды. Бұл жағдай туралы анам орнынан тұрып ояна кетті. Менің қорққан түрімді көріп, не болды деп маған үн қатты. Мен еш нәрседе айтуға үлгірместен орнынан ұшып тұрды да жәдігердің жанына барып жәдігерге қарады. Жәдігер шырын ұйқыда, ұйықтап жатыр еді. Ай балам-ау, жақсы болған екен ұйықтағаны. Неше күннен бері мәресі жылайды. Осы сөздерінен кейін анамның мен әлгі уақиға туралы анама айтқым келмеді. Және де бұл туралы өзімнің де білгім келе бастады. Осылай ол әйел кім екенін, оны кім еңізіп жүргенін, соны білгім келді. Осылайша ертесі күні анама мен айттым. Анашым, бүгін мен қараймын жәдігерге, сіз ұйықтай беріңіз, әсілеңіз қатып шаршап жүрсіз ғой дедім. Анам, өзің де шаршап қаласың ғой, әлі жас қыз болсаң, бәлкім кезектесіп қарармыз деді. Жоқ, анашым, сіз ұйықтай берің, лаж болса басқа бөлмеге барып ұйықтаң. Жәдігерге өзім қараймын, кеше көрдіңіз ғой қандай тыныш ұйықтатқанымды дедім. Анашым мақұлдасты да осылайша көнді. Кеш бата бастады. Күндізгі күнгі батылдық енді менде жоқ. Кеш бата бастаған сайын
менде қорқыныш үрей ояна бастады. Сол күні күттім. Жәдігер де бесігіндегі ойыншығымен ойнап жатты. Ол да тыныш. Осылайша көзім ілініп, ұйқыға шөніп кетіппін. Бір кезде есіктің тырс етіп жабылған дыбысы естілді. Әлгі әйел шығып бара жатқан еді. Мен ұйықтап оның кім екенін білмей қалдым. Осылайша мен жәдігерге әр күні қарайтын болдым. Алайда мен оны көре алмас едім. Ол әйел әрдайым есікті жауып шығып кеткен кезінде мен оянатынмын, ал басқа кезде ұйықтап қалатын болып қалдым. Осылайша ол әйелге деген қызығышым одан әрі артты. Алайда біреуге айтуға қорқатын едім. Сол күні мен ұйықтамаймын деп шешім қабылдадым да, сол күні ұйықтамау үшін осылайша күте бастадым. Таң ата уақытта менің көзім іліне кетті. Үйге бір шарпа келген деді. Мен оны сезіндім. Ол шығып кетті, есік тырс ете жабылды. Мен өзімнің бар күшімді жинадым да оның ізінен жүгіріп аулаға шықтым. Ауладан ол баққа қарай жөнеле жүре бастады. Мен де оның ізінен жүре бастадым. Ішімде қорқыныш үрей, алайда оның кім екенін білу мен үшін өте қызықты. Ол әп-сәтте тоқтап қалды. Мен де тоқтадым. Ол маған қарап тұрды да, көрсеткіш бармағын еріне тигізіп, ешкімге айтпа дегендей ымырай ыдыс қылды. Мен сол кезде сол әйелдің жүзін көрдім. Ол әйел менің апам еді. Ол әр күні баласын емізіп, оны тыныштандыру үшін келіп кететін екен. Осылайша ол маған ешкім білмесін дегендей үн қатқандай мінез қылық көрсетті. Бұл уақиғаның болғаны да біраз уақыт болды. Арадан уақыт өтіп, жәдігер өзі тамақтана бастағаннан кейін апам келмей қойды. Содан кейін білдім, ол баласын емізу үшін, баласына бар мейір шапағатын беру үшін түн жарымында келеді екен. Осылайша хикаямызды аяқтаймыз. Сау саламаттықта жүздескенше, егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау саламаттықта жүздескенше, қош болыңыздар.